Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай блинилерді бірге дайындайтын боламыз. Ол өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны 2 ас қасық қант қосып, аздап тұз, сода қосып жақсылап миксерлейміз. Алғашқыда жай жылдамдықпен, кейін жылдамдық қосып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп алдым. Енді жарты литр сүт немесе айран алса болады. Мен айран алдым. Және де жаңағы тестімді үстіне құйып жақсылап араластырдым. Және де 1,5 стакан ұнымды електен өткізіп, аз-аздан қосып миксерлеп отырдым. Жақсылап араластырып аламын. Және де оған 3 ас қасық өсімдік майын қосып, жақсылап араластырып аламын. Енді тестім дайын болды. Енді табамды қыздырып дайындап алдым, майлап. Және де 1 ожау көлемінде алып, құймақтарымды пісіріп аламын. Осылай пісіп шығады, керемет болып, өте дәмді. Қыздар, ұнаса каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.